Сәлем достар, бүгін сіздермен сникерс тортын әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Өте дәмді торттардың бірі. Ыдысымызға, құрғақ ыдысымызға жұмыртқаның сарысын ағынан ажыратып алуымыз қажет. Ешқандай бір тамшыда сарысы кетіп қалмауы керек. Мұқият ажыратып алуымыз керек. Мінекей мен барлығын осылай ажыратып алдым. Сарысынан ағын. Енді сарысын бөлек қойып, ақуызымызды миксердің көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Байқасаңыздар, қазір мен қантты бөліп салатын боламын. Барлығын бірден салуға болмайды. Аппақ ақуызымыз аппақ өз формасын ұстап аппақ болып көпіргенше миксермен араластырып аламыз. Қантты осылай бөліп ақырындап саламыз. Мінекей осындай масса болуы керек, өз формасын осылай ұстау қажет. Енді ақуызымызды бөлек алып қоямыз да, сары уызымызды жақсылап араластырамыз миксердің көмегімен. Үстіне бұның да қант ұнтағымызды саламыз, қантымызды саламыз. Жақсылап миксердің көмегімен осындай сап-сары масса болғанша араластырамыз. Енді какаомызға сұйық майымызды құйып, және үстіне қайнаған суымызды құямыз. Осы массамызды жақсылап араластырып аламыз. Енді жұмыртқамыздың сары уызын тағы бір рет араластырып алып, осының үстіне біздің араластырған жаңағы шоколадный какаомызды құятын боламыз. Осылай енді барлығын біркелкі болғанша жақсылап араластырып алуымыз керек. Мінекей барлығын араластырып болдым. Енді біз ұнымыздың үстіне қопсытқышымызды салып, жақсылап құрғақ қоспамызды араластырып аламыз. Миксермен араластырып тұрып, жаңағы құрғақ қоспамызды үстіне ақырындап қосатын боламыз. Барлығын бірден қоспаймыз, бөліп қосатын боламыз. Осылай ақырында бөліп ұнымызды салып, біркелкі болғанша барлығын араластырып аламыз. Мінекей достар, мен барлығын араластырып болдым. Мағанағы дайындаған ақ уызымызды алып, осы массамызға салып, астынан жоғарыға қарай араластырамыз. Өте мұқият араластыруымыз керек. Біздің массамыз отырып қалмау керек. Сол себепті осылай видеода көрсетілгендей араластырсаңыздар болады. Барлығын салмаймыз. Ақуызымызды осылай бөліп салып, осылай араластырып аламыз. Мінекей достарым, мен осылай барлығын біркелкі етіп араластырып алдым. Енді противенімізге қойып, осындай ыдысымызға пергамент қағазымызды төсеп, осылай барлығын құйып бір пісіріп алсаңыздар да болады. Мен 3-ке бөліп пісіріп алдым. 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Енді ортасына салатын салмамызды дайындайтын боламыз. Мен осындай сгущенка алдым, қоюлатылған, және арахисімізді осылай әзірлеп алдым. Енді екеуін бір-біріне араластырып, біркелкі болғанша араластырып аламыз. Карамельді дайындасақ та болады, бірақ мен оңай жолын таңдадым.
сгущенка мен арахисті осылай араластырып алдым. Мінекей, ортасына салатын салмамыз дайын. Біздің карамеліміз дайын. Енді кремамызды әзірлейтін боламыз. Менде осындай сүзбелі ірімшігіміздің үстіне қантымызды қосып, миксердің көмегімен жақсылап араластырып алуымыз қажет. Осындай бір келкі болғанша осылай араластырып аламыз. Үстіне сливкиімізді құямыз, кілегейімізді. Кілегейіміз өте салқын болуы керек. Ол да өте маңызды. Осылай енді барлығын араластырып аламыз. Мінекей, біздің креміміз дайын болды. Осындай өз формасын ұстау керек. Креміміздан кішкене салып бөлек алып қоямыз. Тоңазытқышқа салып. Енді корждарым мінекей менің достар дайын болды. Енді осындай ыдысымызға барлығын салып жинақтайтын боламыз. Мен осындай ыдысыма астына кішкене крем жағып алдым. Коржымды үстіне салып, оның үстіне әдемілеп кремімізді жағатын боламыз. Үй жағдайында осындай сникерс тортын дайындап әзірлесеңіздер болады. Өте дәмді торттардың бірі. Кремімді осылай барлық бір келкі жағып болған соң, үстіне карамелімізді саламыз. Ортасына карамелімізді осылай бір келкетіп жағып аламыз. Үстіне коржымызды қойып, оған да кремімізді жағатын боламыз. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, комментарият қалдыруды ұмытпаңыздар. Кремімді бір келкі жағып болған соң, үстіне ортасына жаңағыдай тағы да карамелімізді салатын боламыз. Осы екі слойға карамел жағып шығамыз ортасына. Мінекей, достар, үшінші слой коржымды салып, текстеп кремімізді осылай жағып алдым. Енді тоңазытқышқа 3-4 сағатқа қоятын боламыз. Енді шоколадный ганажымызды дайындаймыз. Менде сары майға және шоколадтың үстіне осындай үгітілген арахисімді салып, үстіне сұйық майымды қойып, су моншасында ерітіп алатын боламын. Микротолқында да ерітсеңіздер болады. Менікі дайын болды ганажым шоколадный. Енді тоңазытқыштан алып, осындай тортымызды осындай үлкен ыдысқа қойып, үстіне шоколадный ганажымызды құятын боламыз. Шоколадный ганажымыз толықтай суыған болу керек, болмаса біздің креміміздің барлығы ағып кетуі мүмкін. Осылай қасықтың көмегімен барлық жеріне шоколадты ганажымызды құйып, жиектеріне де қасықтың көмегімен құйып барлығын толықтай жағып шығатын боламыз. Шоколадты ганажымызды барлығын толықтай жағып болған соң, кепкенін күтетін боламыз. Кішкене 10-15 минуттан кейін осындай болып, барлығы шоколадымыз осындай қататын болады. Менің сникерс тортым дайын болды. Достар, астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге Жанар Баймұрат.